Құрметті достар, құрметті бизнес әріптестер, өздеріңізге қолымыздағы телефонымыздың бізге табыс тауып жатырғанын жарнамалауды ары қарай жалғастырамыз. Қазіргі таңда біздің телефонымыз, құдай бере саған, бізде екі приложение бар, Ultima Farm және Ultima Minter деген. Осы екі приложение арқылы бізге табыс беріп жатыр. Дәл қазір жаңағы біздің приложениеде болып жатырған өзгерістер мен толықтырулар туралы ары қарай таныстыруды, өздеріңізге үйретуді, өздеріңізге дәріптеуді, өздеріңізге мақтануды ары қарай жалғастырамыз. Неге мақтанамыз? Себебі біздің қолымыздағы телефонымыз күнделікті бізге осылай табыстың көзін беріп жатыр. Міне өздеріңізге тағы да бір рет қанша смарт контрактым бар екенін өздеріңізге тағы да бір рет жүргізіп, мысалы менде бүгін 27 күнде менде смарт контракт жоқ болса, 27-сінде маған жоқ. Жаңадан ашылған смарт контрактылар ол пока бір айдан кейін жұмыс істейді маған бұйырса 29-на түседі екен, 30-на түседі екен. Міне 29, 30-на 30 шілдеде түседі екен. Үшінші смарт контракт, мына жақтағы үшінші айы түседі екен. Монетада осылай қазіргі таңда біздің фермаларымыз, мысалы мына жердегі менің фермам 2,5 монета саламыз ғой, 2,5 монета. Сосын маған одан да көп монета беретін болады. Қазір маған 1.79-67 монета салу керек екен. Менің салған монетама 0.70-37 монетама 4.1591 монета жиналады екен да. Мен міндетті түрде, енді бәрін 1.79-67 міндетті түрде салам ғой, Құдай қаласа. Сол кезде маған мына жерде одан да көп монета жинақтайтын мүмкіндігім болады екен. Мақсатым өзім сияқты қарапайым отандастарымызға интернеттің табыстың көзін көрсету, сондықтан мақтану серияларын осылай жалғастыра береміз. Күнделікті бір информацияны алып қарап, қазіргі таңда біздің беріп жатырған компанияның беріп жатырған фактор митингі деп айтамыз, монетаның нарыққа шығарылымы осылай жаңағы әр 3 күн сайын төмендеп отырады. Мысалы бүгінгі таңда 587% болып тұр ғой, 587%. Ертең 1 августтен бастап 576-ға бірақ түседі екен монетаның нарыққа шығарылымы. Одан кейін ары қарай 572, ары қарай 568, осылай төмендеп отырады. Уақытысында биткоинді алғаш түсінген адамдар өздеріне ферма алған ғой енді. Ферма алып, майнинговый ферма ашқан алғашқы фермерлар өздеріне көп биткоин жинаған ғой. Қазіргі таңда сіздер де тура солай алғашқы фермерлар сияқты өздеріңізге ферма алып, монеталарыңызды салып, монетаны көптеп жинақтап алатын болсаңыздар, сіздердің де алдарыңызда керемет мүмкіндік. Осындай мүмкіндікті пайдаланып қалыңыздар деген мақсатта өздеріңізге осыны жіберіп отырмыз. Енді қазіргі таңда бұл PLCU монетасының құндылығын мына фермаға салып көбейтіп отырмыз ғой, мысалы бізге. Мысалы бұйырса маған бір жылда 4.1591 деген монета шығады да. Осынша монетаны жинақтап аламын бұйырса. Енді қараңыз, біздің компанияның, енді ары қарай сіздерге компания туралы, жаңағы компанияның жаңағы несі туралы, Ultima Minter, ары қарай компаниядағы, Ultima Minter деппін ғой, сайтқа кіруім керек қой мен. Ultima Farm деген сайтқа кіруім керек. Жаңағы компанияның болашақта өзінің онлайн площадкалары болады да, міндетті түрде Platinum World. Ағылшын ашылып кетті. Мына жаққа кіре салайық. Мына қараңыздар. Мына жерде мысалы жаңа Platinum World площадкасын аштым. Енді ары қарай настройка учетной записиді басып көрейін деп жатырмын. Бұның барлығы сіздерге де керек ақпарат. Міндетті түрде мән беріп қараңыздар. Міне настройка учетной записиді басқан кезде біздің қандай сайттарымыз бар бәрі шыға келеді. Мен қазір сіздерге осы сайттардың өзімен таныстыратын боламын. Мысалы мынау Platinum World деген біздің маркетингқа жауап беретін сайт. Ultima Farm деген біздің өнімге жауап беретін сайт. Ultima Farm.
біз фермаларды осы Ultima Farm сайтынан аламыз. Маркетинг, мысалы біз командамен жұмыс жасаған кезде Platin World кабинетінен, Platin World сайтынан көруге болады. Сосын PLC Ultima. Бұл жерде PLC Ultimaға қатысты, жаңағы монетаға қатысты ақпараттың барлығын осы сайтқа кіріп алсаңыздар болады. Барлық сайттағы логин парольдарыңыз бірдей. Картаға қатысты сайт PLC карт. Мынау алғашқы Platin Coin, біздің блокчейн месаларға қатысты ақпарат. Мына жерде Platin Hero деген біздің краудфандинг площадкамыз. Ары қарай Platin Deal деген біздің онлайн площадкамыз. Болашақта осы Platin Deal площадкасы арқылы бұйыртса, Platin Deal площадкасы арқылы қазір Европа нарығында жаңағы программаларды запускать етіп жатыр ғой. Мысалы бензин, жаңағы 50% скидкаға бензин алу, тағы да басқа бағыттарды дәл қазіргі таңда запускать етіп жатыр ғой, жіберіп жатыр ғой Европа нарығында. Швейцария нарығына деді, Австрия, сосын Германия нарығына енді тестированный режимде жіберіп жатыр Platin Deal площадкаларын. Қазіргі таңда жаңа міндетті түрде бізге бұл площадкада доступны болады. Именно осы площадкада платежная система на Platin Deal площадкасында менде не болып кетті оны, немістің тілінде болып кетті, баспадым бағына. Осы площадкада бұйырса біз өзімізге керекті автокөлік, баспана осы Platin Deal площадкасында алатын боламыз. Бұл площадкада бізде платежная система PLCU монетасы, плюс еще PLCU Pro деген токен бар ғой, сол мен жұмыс жасайтын боламыз. Енді мен сіздерге дәл қазір сол токендердің құндылығын түсіндіріп бастаймын. Менде бағана галереядан бір нені шығарып алдым. Қазір міндетті түрде сіздерге көрсететін боламын. Галерея, скрин, мін тұр. Мына жерде қараңыздар, PLCU Pro токені да. PLCU Pro токені для программ кэшбэка дейді. Бұны қалай түсінеміз? Мысалы, жаңағы мен жоғарыда айтып кеттім ғой сіздерге, Platin Deal площадкасы деп. Мысалы, мына автокөлік $50,000 тұрады. Автокөлік $50,000 тұрады. Автокөлікті алғымыз келіп тұр. Біз жаңа Platin Deal площадкасынан сертификат аламыз. Қалай аламыз? Осының 50% ақшасын, 50% автомобильдің ақшасын PLCU Pro токенмен аламыз. 50% ақшасын PLCU монетамен аламыз. PLCU монетаны дәл қазіргі таңда бізге ферма көбейтіп беріп жатыр. Ал PLCU Pro токені биржада осы именно PLCU монетаға сатылымда. PLCUңыз болса, сіз барасыз да PLCU Pro токенді аласыз. PLCU Pro токенді не үшін керек екенін түсіндіріп жатырмын сіздерге. Именно баспана, автокөлік, тағы да басқа бізге керекті тауарды, қызмет түрлерін осы токенмен алатындай мүмкіндік болады. 1 сентябрьге дейін бізге жаңағы 110 евродан бастап фермалар сатылымда болады, ары қарай сатылмайды. Бұл фермалар бізге не береді? Бұл фермалар бізге PLCU монетаның санын көбейтіп алатын мүмкіндік береді. Оның құны өскенде біздің ақшамыз одан да көп өсетін болады. PLCU-ды дәл қазір, PLCU монетаны именно фермалар беріп жатыр бізге. Фермалар, Ultima Farmдар беріп жатыр. Сондықтан дәл қазіргі таңда максималды түрде өздеріңізге 1 сентябрьге дейін ферма алуға әрекет жасаңыздар. Себебі бұл ферма 1 сентябрьден ары қарай сатылымда болмайды. Енді PLCU Pro токенінің өзінде жаңағы PLCU монетаға алатын болғандықтан, енді болашақта бізге PLCU X деген монета шығайын деп отыр ғой, сетевая монета қылып осы монетаны шығарайын деп отыр. Значит, оны да біз PLCU деген монетаға сатып аламыз. Сондықтан дәл қазіргі таңда төмен бағада тұрған монетаны биржада қазір көрсетем, монетаның құны дәл қазір төмен болып тұр. Ол сіздер үшін мүмкіндік. Ферма алып, монетаны салып, монетаның санын көбейтіп алатын мүмкіндік. Ертең оның өскен кезде міндетті түрде сіздің ақшаңыз одан да ары қарай еселенетін болады. Оның барлығын осы Platin Deal площадкасы арқылы іске асырамыз. Осы Platin Deal площадкасы біздің Каспи приложение бар ғой, Каспи приложение. Тура сондай Каспи приложение сияқты онлайн площадка болады. Онлайн площадка. Мысалы, Каспиде өздеріңіз білесіздер,
юрлицолар бізге өздерінің тауарын қызметін ұсынып отыр. Юрлицолар заңды тұлғалар. Біз физлицо жеке тұлға ретінде осылардан жаңағы сол қызметті алып отырмыз. Ол қызметке төлеу үшін теңгеде төлеп отырмыз, теңгеде. Біз төлейміз теңгеде, бұлар бізге услугасын, қызметін ұсынып отыр. Бұлар Каспи площадкаға процент төлеп кетіп жатырмыз біз. Мынау площадка, мынау онлайн площадка тек қана проценттен табыс тауып отыр. Тур сол сияқты біздің де платин дил площадкасы біз сияқты заңды тұлғамен, жаңағы жеке тұлға мен заңды тұлғаның арасындағы площадка болады. Осы площадкадағы платежная система PLCU Ultima монетасы болады. Көрдіңіздер ме? Мысалы біз Қазақстанда тұрамыз, біздің қазақстандық заңды тұлғалар осы площадкаға тіркеліп, қазақстандық жеке тұлғаларға өздерінің тауарын береді. Мынау Каспи қай жерде жүрсек те доступный ғой. Тура сол сияқты платин дил площадкасы да онлайн площадка болғандықтан бізге доступный болады. Бұл площадкадан керекті тауарды, қызметті біз PLCU монетаға алатын боламыз. Ал біздің заңды тұлғаларға бұл площадка теңгеге конвертациялап береді. Сонда бұлар да ештеңеден ұтылмайды. Біз өзіміз монетамызға аламыз. Автоматты түрде заңды тұлғаға теңгеге конвертацияланып барады. Заңды тұлға PLCU-ді білмейді да не екенін. Біз оны қазіргі таңда жинақтап, өзімізге болашақта пайдалану үшін дәл қазір түсініп жинақтап алсақ, PLCU-дің бағасы дәл қазір $9,000 болса, міндетті түрде ол осындай сұранысқа ие болғаннан кейін, міндетті түрде ол $100,000 болады. 100,000, даже одан да көп. Өткенде $117 дейін өсті ғой. Тур сол сияқты. Сонда сіз қазіргі таңда ферма арқылы өзіңізге жоқ дегенде бір PLCU жинап алатын болсаңыз, кішкентай сатушықтарды пайдаланып, өзіңізге қандай нәрсе аласыз. Себебі сіздің кішкентай сатушыңыз үлкен ақшаға айланады. Сондықтан экранның ар жағындағы отырған бизнес әріптестер, біздің болашақ бизнес әріптестер осындай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Сіздердің көз алдарыңызда 1 сентябрьге дейін біздің компанияның фермасы сатылымда. Мен сіздерге ары қарай біздің компанияның жаңағы фермасын таныстыруды жалғастырамын. Мен бұл видеоны қысқа қылып жасаймын деп ойлаған едім. Енді жаңағы наоборот кетті, ұзарып кетті да. Мына жерге жазып кете берем. Сіздерге түсінікті болу үшін міндетті түрде түсінбесеңіздер басынан аяғына дейін қараңыздар. Себебі мен дәл қазір сіздерге осы бағытты қолымнан келгенше сіздерге түсінікті болсын деп ұзақ қылып, мен сіздерге салыстырмалы түрде түсіндіріп отырмын. Дәл қазіргі таңда, мысалы мен қазір осындай видео түсіріп отырған кезде менің кабинетіме хакерлер де жағаласып кіреді ғой. Соған қарамастан мен де хакерлермен жағаласып өздеріңізге осындай мүмкіндіктерді таныстыру сериясын ары қарай жалғастырып жатырмын. Мысалы бізде қазір Ultima Minter 110 евролық ферма тұр. Міне қараңыздар. 110 евролық ферманың бағасы бүгінгі таңда 56.017 теңге. Енді плюс-минус 57.000 теңге деп аласаңыздар, қазір мен жазамын. 56.100 дей салайық. Қараңыздар, ферма алдыңыздар. Монета, мынаның ішіндегі монета бар ғой мынау. Кеше есептеген кезде бұл шатаспасам тоже 52.000 болды деймін. 52. Осылай қазір төмен болып тұр. Даже одан да төмен шығар. Осылай төмен болып тұрған монетаны мына жерге 1 жылға заморозкеге қоясыз. Бірақ енді 1 жылға заморозкеге қойды деген аты болмаса, сізге айына монетада түсіп отырады. Осылай 12 ай түседі. 12 ай түсіп болды. 12 ай бойында алып болдыңыз. 1 жылдан кейін, мынау тело депозиті бар ғой, сізге қайтадан өзіңіздің кошелегіңізге келіп түседі ғой. Өзіңіздің Ultima Wallet деген кошелегіңізге түседі. Бұл жерге ақша салған адам 1 тиын жоғалтпайды. Енді біздің арамызда қымбатқа, курстың қымбат кезінде алып қалған партнерлар бар. Олар да дәл қазір негатив. Олар монетада ұтылып жатырған жоқ. Монетада айына түсіп отыр. Курсты олар просто жоғары алып қалды да, қазіргі таңда курс төмен. Сондай кезде сәл негатив болуы мүмкін адамдарда. Бірақ енді курс төмен кезінде заңдылық қой, оны сатпау керек. Бірақ адамдарға ақша керек, төмен курс болса да сатып жатыр. Олардың ойында негатив, мен түк ақшамды шығарған жоқпын деп отыр да. На самом деле сіздер бұндай площадка ақша салғаннан кейін
жаңағы определенный уақытқа көбейтемін деп салатын болсаңыздар, сіздер бұл жерден ұтылмайсыздар. Міне қараңыздар, мен сіздерге ары қарай 275 евролық ферманы көрсетіп жатырмын. Ферманың бағасы өскен сайын ішіне сиятын монетаның саны да өсіп жатыр. Айына түсетін монетаның саны да өсіп жатыр. Сондықтан құрметті экранның артындағы бизнес әріптестер, болашақ қазірден бастап өздеріңізге ферма сатып алсаңыздар, мынау енді айына түсіп отыратын ғой, мынау ежемесячный, тек мынау ожидаемый. бір жылдан кейін егер сіз шығармасаңыз, сіздің салған 0,05 монетаңыз 0,2935 монета болады. Енді теңгеге шаққанда, мысалы салған ақшаңыз қазір мысалы 102 мың болса, кеше 102 мың болды деймін, шатаспасам, 102 мың теңге болса, айына сіз 102 мыңның именно жаңағы монетасын ғана алып отырасыз ғой, 52 мың теңгеге салған ақшаңызды. В общем, кеткен расходыңызды ары кетсе 6 айда қайтарып аласыз. Сөйтесіз 6 ай таза пайда табасыз. Сосын бір жылдан кейін салған монетаңыздың ақшасын тағы да қайтарып аласыз. Осылай біз интернет нарығынан табыс тауып жатырмыз. Плюс еще бізде карта бар, айтпақшы, карта туралы тағы да қысқаша айтып кетейін. Карта туралы келесі видеоны күтіңіздер, себебі мына видео ұзақ болып кетті да. Міндетті түрде жіберген ақпарат қараңыздар, себебі біздің мақсатымыз қарапайым отандастарымызға интернеттің мүмкіндігін түсіндіру. Қолыңыздан келгенше жіберген ақпаратты қараңыздар, үйреніңіздер, себебі бұның барлығы сізге керек. Міндетті түрде осы видеоны жіберген адамға хабарласып, өз табысыңызды еселеп алатын мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар.